Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде өткен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы мен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырыстарына қатысты. Мемлекеттер басшылар деңгейіндегі жиындарда ұйым мен одақтың осы жылдағы жұмыстары қорытындыланды. Сондай-ақ жаһанға қауіп төндірген терроризм мен қаржы дағдарысына қарсы бірлесіп күресудің тетіктері талқыланды. Бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберінде интеграцияны тереңдетіп, халықаралық ынтымақтастық аясын кеңейту мәселесі де сөз болды. Мәскеуден әріптесім Талғат Уәли тарқатып айтады. Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин алдымен шағын құрамда келіссөз жүргізді. Екі ел басшысы әлемдік дағдарыс жағдайында экономикалық қарым-қатынасты одан ары дамытудың амалын қарастырды. Бұған қоса, тараптар әлемдегі экономикалық ахуалдың одақ құрамындағы елдердің алыс-берісіне де айтарлықтай әсер еткенін атап өтті. Мы провели первый непростой год Евразийского экономического союза, попали в такой кризис, и мы это знали, что будут такие издержки. Все равно, я считаю, правильно мы сделали, мы должны двигаться дальше. Да, в целом ВВП всех стран просело на 30%, товарооборот снизился, однако общение, открытые границы, совместные предприятия играют свою очень большую роль. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл сөзін әріптесі Владимир Путин де қоштады. Кремль қожайыны интеграциялық одақтың 5 мемлекетке де шапағаты тиіп отырғанын айтты. Мы продолжаем работу по сближению наших правил и таможенного регулирования, и технического регулирования, и по другим проблемам. Все это не может не давать позитивного эффекта. Уверен, что если бы у нас не было всего того, о чем мы договаривались раньше, да, и в рамках чего мы работаем сегодня, то удар по нашим экономикам был бы гораздо больше, чем сегодня. Екі жақты кездесуден соң іле-шала ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының кезекті отырысы өтті. Лаңкестік топтардың әрекеті дүние жүзін алаңдатып отырған тұста әлемдік қауымдастықтар шұғыл шара қолдануы қажет. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының құрылудағы басты мақсаты да осы. 50 минутқа жалғасады деп жоспарланған жиын жабық есік жағдайында тура 2 сағатқа созылды. Онда Ресей мен Түркия арасындағы мәселе де қаралды. Жиын соңында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше 6-лық бірқатар маңызды құжаттарды бекітті. Басқосу Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына ұласты. Саммитке жиналған басшылар одақ жұмысының алғашқы жылдарын сараптап, интеграциялық процестердің болашақтағы ахуалын бағамдады. Ендігі мәселелер ортақ нарықтың тұжырымдамасын бекітіп, алыс-беріс барыс-келістің жолдарын кеңейту. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық кеңес алқасының жаңа құрамы жасақталды және одақтың 2016 жылға арналған бюджеті бекітілді. Биыл одаққа Беларусь мемлекеті төрағалық еткен болатын. Ал 2016-да ұйым тізгінін Қазақстан ұстайды. Казахстан предпримет все усилия для дальнейшего динамичного развития нашего интеграционного объединения и за время своего председательства поработает активно с тем, чтобы нам Шанхайское организацией сотрудничества сделать свободной торговлю экономическую. Из Китайской Народной Республики это расширит наши возможности, усилит Евразийский экономический союз. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Ресей халықтар достығы университетіне барды. Президенттің мұнда ат ізін салуы бекер емес. Себебі әлемнің 150 елінде білім алып жатқан қазақ жастарының саны бойынша бұл оқу орны екінші орында. Өйткені мұндағы студенттің 500-ден астамы Қазақстаннан келген. Екі ел арасындағы гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға сүбелі үлес қосқан үшін университет ректоры Владимир Филиппов Нұрсұлтан Назарбаевқа оқу ордасының құрметті ғылым докторы атағын берді. Нұрсұлтан Әбішевич, ваш президент, выдающийся. Президенттеріңіз Нұрсұлтан Әбішұлы бүкіл әлемге танылған ұлы саяси қайраткер. Біздің оқу орнымызда 150 мемлекеттен келген студенттер оқиды. Сондықтан біз шетелдердің мемлекет басшыларына ерекше көңіл бөліп отырамыз. Қазақстан қысқа мерзімде зор табысқа жеткен мемлекет. Мәселен, білім саласындағы көптеген реформалар бойынша Қазақстан үнемі Ресейдің алдында келеді. Президенттің ерекше қолдауының арқасында Қазақстанның білім беру жүйесі әлемде мойындалды. Осы мәселелерді ескере отырып, біз Нұрсұлтан Назарбаевқа университеттің құрметті докторы деген атақты беріп отырмыз.
Ал қамқоршы Христос ғибадатханасында Мәскеу және бүкіл Русь патриархы Кирилл Нұрсұлтан Назарбаевқа бірінші дәрежелі Сергей Радонежского орденін табыстады. Аса мәртебелі қонақтарға ғана берілетін төсбелгі халықтар арасындағы достықты нығайтуға үлкен үлес қосқан және бітімгершілік жолында елеулі еңбек еткен тұлғаларға ғана табысталады. Бұған дейін мұндай төсбелгілермен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин және Әзірбайжан басшысы Ильхам Алиев марапатталған. Қазақстан президенті православ шіркеуі басшыларына сенім білдірген үшін үлкен алғысын айтты. За все годы нашей независимости всегда мы поддерживали равенство в отношении, уважение ко всем религиозным конфессиям. Конечно, в Казахстане основными являются ислам и православие. И вот эти два столпа наших духовности, ислам и православие, основа для согласия, толерантности в нашем обществе. Мәскеу және бүкіл Русь патриархы Кирилл Қазақстанның бейбітшілік пен бітімгершілік жолындағы атқарған жұмыстары әлемнің әр түкпірінде шиеленістер орын алып отырған қазіргі уақытта баршаға үлгі болуы тиістігін айтты. Вы являетесь выдающимся государственным деятелем, признанным во всем мире. Сіз әлем мойындаған көрнекті қайраткерсіз. Сіздің жетекшілігіңізбен Қазақстан аз ғана уақыттың ішінде қарқынды дамыды. Көп ұлтты мемлекет ретінде қазақ елі діндер мен этностардың бейбіт қарым-қатынасының үлгісі саналады. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеу сапары аясында бір күнде 4 шараға қатысты. Олардың ең бастысы 6 ел президенті қатысқан келелі кездесуде мемлекет басшысы әлемді алаңдатқан түйткілдерге қатысты Қазақстанның ұстанымын білдірді. Сондай-ақ бірқатар елдерді елеңдеткен жайттарды келіссөздер арқылы бейбіт жолмен шешуге шақырды. Талғат Уәли, Еділ Ермекбаев, Руслан Жәкеев, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Хабар. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Жапондық Toshiba компаниясы 7000 қызметкерін жұмыстан босатады. Негізінен теледидар, жеке компьютер және тұрмыстық техника шығару бөлімдерінің жұмысшылары қысқартылады. Индонезиядағы зауыты мен Токио маңындағы зерттеу кешенін де сатуға мәжбүр. Компания өкілдері мұндай қадамға қомақты шығынның алдын алу үшін барып отырғандарын айтады. Себебі 2016-ның 31 наурызына дейінгі қаржылық жоспарына сәйкес межелі шығын $4,5 миллиард жетуі мүмкін. Айта кетейік, осы жылдың шілде айында компанияның кіріс жөніндегі есебінде пайда көлемінің дұрыс көрсетілмеуіне байланысты Toshiba дау-дамайдың ортасында қалған болатын. Ақтөбеде қытайлық инвесторлар цемент зауытын салмақ. Бұл жобаны әлемдегі ірі цемент өндірушілердің үздік 20-лығына енетін Хуасин цемент трансұлттық компаниясы жүзеге асырады. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев компания басшысымен зауыт құрылысын жүзеге асыруға арналған ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Ақтөбе еліміздің құрылыс индустриясы қарқынды дамыған өңірі. Алайда аймақтағы кәсіпорындардың дені цементті Ресейден тасымалдайды. Ал жаңа зауыт импортқа тәуелділіктен арылтады, әрі тұтастай инвесторлардың қаражатына бой көтереді. Бұған қоса жаңадан 500-ге тарта тұрақты жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бермек. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың берген тапсырмасы бар. Қытай басшысымен келісіп, осы соңғы жылдары Қазақстанға ең кемінде $45 миллиард инвестиция тарту керек. Соның бөлігі Ақтөбе облысына да құны $150 миллион тұратын жылына 1 миллион тонна цемент шығаратын завод. Екіншісі калий минералдық тыңайтқышын шығаратын завод. Цемент завод жөнінде осы Қытайдың басшыларымен қол қойып келістік. Бұйыртса келесі жылдан бастап ол завод өзінің құрылысын бастайды. Елордада жылдағы дәстүр бойынша шырша шарасы басталды. Акция барысында табиғатты қорғаушылар сауда орындарын аралап, шырша сатушылардың құжаттарын тексеруде. Нәтижесінде 15 әкімшілік заң бұзушылық дерегі анықталды. Дені қылқан жапырақтыларды заңсыз кескен, рұқсат етілмеген орындарда саудалаған. Олардың әрқайсысына 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қазіргі таңда бұл шара Астанадан шығатын барлық бағыттарда жүргізіліп жатыр. Жол полициялары жол бойында жұмыс атқаруда. Олар шыршаларды заңсыз кескен азаматтарды қолға түсірумен айналысады. Алматыда таэквондодан жастар мен жас өспірімдер арасында республикалық турнир аяқталды. Қазақ елінде осы бір шығыс жекпе-жегінің туын тіккен Мұстафа Өзтүрікті еске алуға арналған жарысқа еліміздің барлық аймағынан 300-ден аса спортшы қатысты. 2 күнге созылған турнир қорытындысы бойынша 28 келі салмақта алматылық Жеңіс командасының шәкірті Ақжол Алпамыс топ жарды.
Олжас Пернетай екінші орыннан көрінсе, атыраулық Арман Кенжебайға қола медаль бұйырды. 33 келі салмақтағы қыздар арасынан Рита Бәкшеваның бағы жанды. 45 келеде Аян Құшыровтың асық алшынан түссе, 59 келеде Ақерке Абаханова чемпион атанды. Әзірге айтарымыз осы, түскі жаңалықтарымыз 13:00-де.